1791 жылда өзім университет деген үлкен школда оқып жүрген жігіт күнімде әр 7 сайын Версаль қаласындағы шешеме жаяу барып қайтып тұрушы едім. Сонда әрдайым жолымда бір Антон деген тіленші отырып, қайыр сұрап алып жүруші еді. Бір күні тағы сол жолмен келе жатып, бір орта бойлы арықтау кісіге ұшырасып, жөніміз бір болған соң бірге келе жатқанымызда, әдетше манағы Антон алдымыздан шығып қайыр сұрады. Сен қарауға ебестік секілді көрінесің. Жұмыс істеуге қауқарында бардай көрінеді. Сөйте тұрып, өзіңді кемшілікке салып жүрсің. Бай болғың келсе, мен саған бір ақыл айтайын. Мен де сен сияқты керек едім, бірақ сен сияқты тіленшілік қылғаным жоқ. Ел-елді қала-қаланы аралап, әуелі оқ-тірестің арасына. Не болмаса, жай кісілердің шүберектерін сұрап алып, жайып жүрдім. Оны қағаз істейтін фабриктерге апарып сатып, сонымен азды көпті ақша болған соң бір есек, бір арба сатып алдым. Сонымен азырақ, сосын бара-бара көбірек, әр үйден ескі құсқы тұтынуға жарамайтын шүберектерді сатып алып, сауда ете бастадым. Жасым жас, ісіме нық, еріншектікті білмеген соң, осы жылда біртаз әйдік шықтым бар. Фабрикамды балама бердім, үмітім бар, баламды аштық көре қалмас деген. Баламды жастайынан еріншектікке қиналмай мал табуға үйретпедім. Осы айтқанымша, машақтан одан қашпасаң, ерінбей еңбек етсең, сен де бай боласың, Антон. Сен кітапты орнына қоя салшы қайтадан. Айып етпесеңіз сұрайын. Сіз осыдан 25 жыл бұрын оқу жүріп, жұма сайын Версальдегі үйіңізге барып жүретін жеріңіз бар ма еді? Сен Антонсың? Рас. Мен сондағы көрген тіленші Антоныңыздың өзімін. Сол жүргеніңіздегі бір күн жолыққан кісінің айтқандары көңіліме кіріп кетіп, тіленшілікті тастап жұмысқа кірістім. Ісіме нық, малыма жинақы болдым. Ақырында сол кісінің айтқандары келіп, мінеки, осы зор дүниенің иесі болдым. Базарларым үшін кешірім сұраймын, сізге қабылдауға адамдар келіп тұр. Жұмыс мәселесі менің сайт бойынша тіркелдесем, мыналар өзі Егов деп мазаны алды. Мен оны қайда түсінемін, қалай білемін? Маған жұмыс керек жалпысы. Жақсы Ботагөз ханым, біз сізді түсіндік. Онда былай жасайық. Бізде жақын маңнан мектеп ашылған. Мен сізді сонда еден жуушы немесе повар ретінде орналастырып берейін. Қайдағы еден жуушы, қайдағы повар? Мен белім ауырады, ыстыққа шыдамаймын. 4 балам бар деп айттым, оны өзіңіз де білесіз ғой. Маған бір сіз сияқты жылы орында сатушы деген сияқты, немесе өзіңіз сияқты бір орыннан жұмыс болса тіпті жақсы болар еді. Айналайын, тауып беріңізші, өтінемін. Сіздер неге сонша дөрексіздер? Бізді жыл орында отырып, еңбек етпейді деп кім айтты? Сізге ыңғайы келген еден жуушы немесе повардың жұмысын табыстасам, менің белім ауырады, менің жүрегім шыдамайды деп отырсыз. Ботагөз ханым, сіздің 4 балаңыз бар. Соны дүниеге алып келер алдын. Сіз ойландыңыз ғой? Оларды бағу керектігін, асырау керектігін. Ал енді ыңғайы келген жұмысты табыстасам, оған көнбейсіз. Ботагөз ханым, дүние қалай етсеңіз де табылады. Ең бастысы еңбек ету керек.